Мотоцикл мойнындағы починекті айырбастау. Міне бұл қазіргі қытайский мотоциклдердің мойнының починегі. Енді бұлар кетіп қалғаннан кейін бұны қайтадан айырбастау кезінде біз бұларды дәл мына секілді конусүй починекке айырбастаймыз. Енді бұл конусүй починектің ерекшелігі ұзақ уақытқа шыдастық береді. Яғни сіздің мотоцикліңіздің бір өміріне жетеді деп айтуға болады. Бір рет айырбастасаңыз. Мотоцикл мойнының починегін айырбастап көрсетіңізші деп комментарияға көптеп жазылып жатады. Сондықтан да біз де сіздердің сұрауларыңыз бойынша сіздерге пайдалы, қажетті деген мотоцикл туралы ремонты пайдалы кеңестерді каналға салып отыратын боламыз. Сіздер де қолдап, қуаттап, каналға лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тек тіркеліп кеткен жағдайда ғана сіздерге біздің әр реткі салған видеомыз барлығы өз уақытымен көрініп отыратын болады, әрі сіздер іздеген кезде табылатын болады. Мойын починегін айырбастау үшін алдыңғы доңғалақты вилканы барлығын алып тастаймыз. Мейлі егер мойын починегі босап кеткен жағдайда да қайтадан реттеу үшін ашып, майлап барып салған дұрыс. Тек үстіңгі қатайту болтынан қатайта салған, оның ғұмыры ұзаққа бармайды. Енді сіздерге әзірге көрсетіп отырғанымыз қайқы бел мотоциклдің мойын починегін айырбастау. Мейлі қандай мотоцикл болсын, мейлі мафет болсын, барлығының мойнының починектерін айырбастау қағидалары бірдей. Дәл осылай ашып айырбастай берулеріңізге болады. Моделіне қарай құрылысында өзгерістер болады. Мейлі мотоцикл болсын, мафеттер болсын. Бірақ барлығының қағидасы осы мойындағы астыңғы үстіңгі екі починек қана. Барлығында бірдей жұмыс жасайды. Міне бұл жаңағы өзіміз айтып отырған мотоцикл мойнындағы реттеу болт починекті. Енді бұны біраз қатайтып қойсақ та кейбір мотоциклдерде тоқтап қалады, мойның босағаны. Десе де комплектті барлығын алып, починектері сау болған күннің өзінде де майлап барып қайтадан жапқан дұрыс. Міне мынау починектің астыңғы орны, ұясы, яғни сынып кеткен. Содан кейін барып починектерді де сындырып жіберген. Енді мұндай жағдайда үстіңгі теңшеу болтын қаншалықты қатайтқаныңызбен пайдасы жоқ. Сондықтан мойын починегі босаса міндетті түрде ашып, көріп, майлап барып қайта салғаныңыз дұрыс. Енді бұл мойын починегін қайта айырбастап салған кезде де осы мотоциклдерге арналған дәл осындай конусүй починектер бар қазіргі кейінгі шыққан мотоциклдерде осындай починектермен шығып жатыр. Бұрынғылардың көбі жаңағындай бұршақ починекпен шығады. Сондықтан қайтадан айырбастайтын кезде міндетті түрде осындай конусүй починекпен айырбастап жіберсеңіздер, енді бұл мотоциклдің бір өміріне жетеді деп айтуға болады. Бұрынғы починектерді қағып алып салып, жаңа починектерді салып қойдым. Бұрынғы салынған видеоларда осылай майлағаным көрінбей қалыпты да. Бір кісілер уәжін жазып қойыпты. Починекті майлап салу керек қой. Ақ көк деген секілді. Сондықтан да осы видеода арнайы майлап көрсетіп тұрып салайын деп шештім. Енді бұл салынған видеолар бізде мотоцикл ремонты туралы салынған видеоларда әрқандай бір, мысалы починек болсын, тоқ жолы болсын, бір нәрсенің видеосы бір емес, бір қанша рет қайталанып салынып жатыр. Әртүрлі формада, әртүрлі көрсетіліп, әртүрлі түсіндіріп. Сондықтан бір реткі видеоны көре салып, ойбай, анау болды, мынау болды деп айтқаннан көрі, уже екінші видеосын көрсеңіз, егер түсінбей жатсаңыз, екінші видеосын көрсеңіз, түсінікті болады деп ойлаймын. Кейде маған WhatsApp-қа шығып хабарласып жатады, видеоны түсінбей қалдым, көрсетіп жіберсеңіз деп.
Енді кейбір жігіттер хабарласып жатады, ой рахмет, сол видеодан кейін өзім жасап алдым деп. Енді бізде бір көрмегеннен кейін қорқу сезімі болады ғой. Бір көргеннен кейін ары қарай жасап алу ол барлық кісіге оңай деп ойлаймын. Әр біздің қазақта да мықты жігіттер көп. Бір көргенін ары қарай тіпті фантазиясын асырып тұрып жасап алатын жігіттер бар. Егер бұл видеоны дәл осы жерге дейін көріп отырсаңыз, сізде мотоцикл бар немесе мотоцикл алғыңыз келіп жүр деген сөз ғой. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыз. Біздің әр жеткі салған мотоциклдің ремонты, тоқ жол туралы пайдалы кеңестеріміз сізге өз уақытында көрініп отыратын болады. Әрі сіз іздеген уақытта табылып отыратын болады. Сондықтан міндетті түрде каналға подписаться етіп тіркеліп алыңыз. Егер жаңа мотоцикл, мафет алам десеңіз, немесе бушный, Yamaha, Honda мотоциклдерін іздесеңіздер хабарласыңыздар. Бізде топ және розница бағада мотоцикл мафеттеріміз бар. Телефон нөміріміз 8705 244 48 00. Болды, енді алдыңғы дөңгелекті салып, болттарын қатайтып, крышкасын жапсақ, жұмыс бітті деп ойлап қалмаңыздар. Енді бұл мойын подшипникті айырбастау кезіндегі ең маңызды нәрсе дәл осы жерде жатыр деп айтуға болады. Дәл мына жердегі вилканың үстіңгі болтын оң сол екі жағын бірдей алдымен қатайтып аламыз. Ол баста алдымен вилканың басының толық шыққанын екі жағының бірдей реттеп алып барып, вилканың осы үстіңгі болтын ең алдымен қатайтып аламыз. Бірақ бұнымен бірге бірден астыңғы болтты да қатайтып тастамайсыздар. Астыңғы болтты мүлдем бұрамайсыздар деп айтуға болады. Үстіңгі болтты вилканың қатайтып алғаннан кейін осы мойындағы үлкен болтты барынша қатайтамыз. Қысып отырып қатайтамыз. Содан кейін барып қана астыңғы вилканың астыңғы болттарын басып қатайтуға болады. Сонда ғана біздің салынған подшипнигіміз қайтадан босамайтын болады, әрі дұрыс жұмыс жасаған боламыз. Жақсы, бүгінгі видео осы жерге дейін. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.